Ресей Қытайды батпаққа сүйреп кірмекші болды. Путин өзінің досы, фанаты, саяси, әскери одақтасы Ши Цзиньпинді сатты. Ассалаумағалейкум, қалың елім қазағым, армысыздар алталаш, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Бүгін екі үлкен тақырыпты сөйлейміз. Бірінші тақырыбымыз Ресей Қытайды батпаққа сүйреп кірмекші болды. Путин өзінің досы, фанаты, саяси, әскери одақтасы Ши Цзиньпинді сатты. Анығында Путиннің арамзалығы, өте айлакерлігі және өзінің жолдасына дейін қиын сәтте сатып жіберетін, тәсіл талғамайтын сұмдығы тағы бір мәрте әлем жұртшылығын таңырқатты. Путин өте арсыз адам. Оның арсыздығы Грузияның облыстарын басып алу, Қырымды басып алу, тағы басқа Ресейдегі саяси көзқарас ұқсамаған адамдарды, демократтарды тұтқындау, Навальныйды тұтқындау, Немцовты өлтіру, тағы басқа өзіне бәсекелес қарсылас болады деген орыстың көз ашық азаматтарын тұтқындауынан, қудалауынан, азаптауынан білінетін. Енді ол тіпті өзімен серіктес болып отырған, өзіне қаржылай көмек беріп отырған Ши Цзиньпинге дейін сатып жіберді. Яғни Путин нағыз тәсіл талғанбас сұмырай арамз екендігін дүниеге көрсетіп отыр. Және онысынан ол намыстанып та отырған жоқ. Яғни ода бір джентльмендік, бір былайша айтқанда бір бекзадалық бір қасиетте болмай тұр. Адам деген мысалы біреуге бір қисынсыз бірдеңе істесең қысыласың ғой, арыңнан, ұжданыңнан ұят. Ал Путин тәсіл талғамайды. Аяқ астынан Ресейдің медиалары жерден жеті қоян тапқандай болып, Иран басшысы Қытайға сапарлай барады деп жарыса жазды. Бұл Қытай мен ақш ортасы ушығып, кез келген уақытта дипломатиялық қайшылық туып кету, кез келген уақытта елшілерді шақырып алу, немесе қандай да бір консулдықтарды жауып тастау мүмкін болып тұрған. Кез келген уақытта ақш-Қытай қатынасы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ең шұғыл жағдайда болып тұрған осындай сәтке тура келіп отыр. Білесіздер, кезінде Совет одағы мен Американың ортасында Совет одағының атом сүңгуір кемесінің Кубаға атом қаруын орналастыру мәселесі бойынша дүниежүзілік үшінші соғыс басталып кете жаздаған оқиға болған. Ол кезде Совет одағын басқара болып жеңіліп, атом сүңгуір кемесі Америка тарапынан барымталанып, Американың бүкіл қауіпсіздік қызметтер мамандары Совет одағының атом сүңгуір кемесіне кіріп, Совет одағының бүкіл қызметкерлері, әскери мамандар қолын ұстап көтеріп, ең соңында жаңағы Куба атом қайшылығы шешілген еді. Совет бірақ бұл масқараны мәңгі бақи құпия сақтап қалды. Білесіздер, Совет одағы барлық нәрсені құпия сақтап, өзінің халқының биін улап, дүние жүзінде Советтен мықты ел жоқ сияқты қалып үгіттеп отырған болатын. Тіпті қаттырақ ашуланып келіп жіберсе, Американы тасталқан қылатын империямыз деп, өздерін үгіттеп, дәлелдеп, Американы өзінің халқына жеккөрішті қылып, сүйкімсіз қылып образдап келген ел. Анығында кейде таңырқайсың. Қазақстанда баяғыда алғаш жүргенде біз таңырқайтынбыз. Айдаладан, Алматының, Талдықорғанның тауында, Өскеменде жаңағы айдалада таудың қуысында отырған біздің жаңағы таныс-білістеріміз, туыстарымыз, шалдар айдалада отырып өз өмірі көрмеген Американы қарғапсыз деп отырады. Басында таңырқайтынбыз, сөйтсек советтік идеология екен. Олардың санасында жаңағы бүкіл дүние жүзінің бақытсыздығы сол осы Американың болғандығынан екен. Енді ол кісілерге Американың қандай көмек жасағанын, екінші дүниежүзілік соғыста Советті қалай Америка құтқарып қалғанын айтсаң мүмкін емес, өллақи беллақи теріс дейді екен. Енді амал жоқ, милары солай уланып қалған. Енді осы бүгін бір пост жарияладық. Сол постымызды сіздерге қысқаша оқып жіберіп, содан кейін ары қарай бүгінгі Путиннің иттігі туралы біраз әңгімені айтып жіберейік. Ол постымызда да осы Совет одағы туралы жазғанбыз. 6 сағат бұрын жазыппыз. Америка көмектеспеген болса, екінші дүниежүзілік соғыста Кеңес одағы ешқашан жеңе алмаған болар еді. Әр саладағы мамандардың барлығын Сталин өлтіріп болған кезде ол. Германдар басып бергенде Кеңес одағының кәсіби армиясы өте тез күйреді. Анығында қорғаныс министрлігіне қарасты Совет одағы армиясы тұтасымен дерлік жойылып біткен еді. Кеңес одағын қорғау міндеті ол кезде енді ешқашан әскери тәрбие көрмеген қарапайым халыққа жүктелді. Американың Кеңес одағына көмегі қисапсыз зор болды. Бұл көмектің жалпы құны сол кезде 11,3 миллиард доллар болған. Қазіргі доллар құны бойынша 2016 жылы қайта есептегенде 180 миллиард доллар болған. Көрдіңіздер ме? Көздеріңізге қайтадан мына цифрды елестетіп көріңіздер. Қазіргі 2016 жылға қайта есептегенде 180 миллиард доллар көмек беріпті. Дәл қазір Украинаға қанша көмек беріп жатыр? Есептеңіздер. Совет одағына сол кезде 180 миллиард доллар көмек беріпті. Енді бұны жаңағы заттарға таратып айтайық. Мысалы, 400 мың джип машина берген. Ол кездегі джип машиналар кейін Хаммер болып жаңағы нарыққа шықты, білесіздер. 400 мың джип машина берген. 14 мың ұшақ берген. 14 мың ұшақ. Білесіздер, қазір Украина ұшақ алу үшін Зеленский бізге ұшақ беріңдер, бізге қанат беріңдер деп Англияға барды. Міне, ал сол кезде Америка Совет одағына 14 мың ұшақ берді.
13 мың танк беріпті. 13 мың танк, 13 дана емес. Өткенде Америка, Германия, Англия, Украинаға қанша танк береміз деді. Қанша танк саны? Оның айналасында. Әлі ол танкты наурыздың аяғында береміз дейді. Наурыздың аяғында. Ол танктердің саны санаулы, саусақпен санарлықтар. Міне жерде не дейді? 13 мың танк берген. 14 мың ұшақ берген. 14 ұшақ емес, 14 мың ұшақ берген. 13 мың танк берген. 8 мың трактор берген. 8 мың трактор берген. 15 миллион жұп етік берген. Сонда бүкіл Совет одағының әскерінен аяқ киімін Америка қамдағандай болған ғой. 15 миллион жұп етік берген. 107 мың тонна мақта берген. 100 тонна емес, 107 тонна емес, 107 мың тонна мақта берген. 4,5 миллион тонна астық берген. Сол кезде Совет одағының халқы қанша? Есептеңіздер. Астықтан өзінен 4,5 миллион тонна. 4,5 миллион тонна. Сол кездегі Совет одағының халқына қанша миллион халық бар? Есептеңіздер. 4,5 миллион тонна астық берген. Қару жарағы бар, оқ дәрісі бар, әскери құрылғы бар, хабарласу жабдықтары бар, радар дәрі уколдары бар, көрпе одеялдар бар, аяқ киімдері бар, мұнай өнімдері, жалпы құны 180 миллиард доллар берген. Орыстың дипломаттары әлінен асып, Америка анау мынау деп екінші дүниежүзілік соғыста Советтің еңбегін айта бергеннен кейін, жуырда Американың Румынияда тұратын елшісі осы сан-санақтарды, цифрларды мынау ұмытшақ орыстардың, мына дүлей, топас, надан, өркөкірек, сасық көкірек, алқаш орыстардың есіне көзін шұқып тұрып бір салып қойыпты. Енді бұл жердегі әңгімені есептей беріңіздер. Жаңағы цифрларды еске алудың өзі қорқынышты. 14 мың ұшақ аспанда ұшса, күн көрінбей қалатындай ұшақ. 13 мың танк жерде жүрсе құмырсқадай болады. 13 мың. Енді есептей беріңіз. Сол замандағы Американың танкі, қазіргі кездегі Американың танкі сияқты сол заманда салыстырмалы түрде дүниенің алдыңғы орында. Ал Украинаға әлі бір танк берілген жоқ. Украина әлі бір ұшақты алу үшін бүгін Зеленскийдің мысалы Англияға сапары туралы қазір сөйлейміз деп отыр. Есептей беріңіздер. Доллардың өзімен есептегенде қараңыздаршы, доллардың өзімен 180 миллиард доллар. 180 миллиард доллар. Ал ана етіктің өзін қарашы, етік. 15 миллион жұп етік. Сонда әскерінен, Американың етігін кимеген Совет әскері қалды ма? Есептей беріңіздер. 107 мың тонна мақта. Ойлаңызшы, мақта деген бір киім қанша грамм мақтадан шығады? Бір жейде қанша грамм мақтадан шығады? 107 мың тонна. 107 мың килограмм емес, 107 мың тонна. Ал әсіресе астық 4,5 миллион тонна астық беріп отыр. Енді осыдан бастап есептей беріңіздер. Совет одағы екінші дүниежүзілік соғыста мүлде құруға бет алған болған. Тіпті Совет одағы соғыс басталған. Советке шабуыл 41 жылы басталды. Екінші дүниежүзілік соғыс 39 жыл болды. Анығында Совет одағында аштық 31-33 жылғы аштық кезінде, Сталиннің қолдан жасалған аштық кезінде, бұл Совет одағы тағы да Американың көмегіне сүйенді. Ал 21-22 жылғы аштық кезінде, тіпті 18 жыл, 19 жыл, 20 жылғы аштық кезінде тағы да Американың көмегімен кредитін алды. Бұл Совет одағының жаңағы шын мәніндегі тарихы. Сондықтан көптеген жұрттар ойлайды, ой, Совет мықты болды, ана мына орысқа табынып кеткен Стокгольм синдромы деген синдроммен ауыратын адамдар бар. Өзіне жәбір көрсеткен, өзіне қорлық көрсеткен адамға, қауымға табынып кету. Бұл адамзатта бар құбылыс екен. Бұл көбінесе ирадасы әлсіз, жүйкесі әлсіз, ілім білімі дамымаған, тәуелсіз ойлау жүйесі болмаған, әсіресе миының функцияларында ақау шыққан адамдарда өзіне жәбір көрсеткен, қорлық көрсеткен адамға табынып кететін психология бар екен. Бұл көбінесе құлдық заманды көп көрген, көбінесе құлдардың тұқымы болған адамдарда болуы мүмкін деген кейбір жазбалар бар. Бірақ Стокгольм синдромы жаңағы өзіне жәбір көрсетушіге табыну. Сондықтан бізде қазақтардың ішінде де орыстарды керемет, орыс ешқашан жеңілмеген деп айтатын қазақтар бар. Аңтан қаласың, көкмей, миыңды ашып қара, орыс мынандай соғыстарда жеңілген, финнан жеңілген, күні кеше Алексей патшаға дейін жаңағы ешқайсы орыс тілінде сөйлемеген олардың. Тіпті бұлардың негізінен немістің тұқымы басқарып келген фин-угрлар бұлар. Алексей патша ғана өлетінде ғана орысша сөйлеген соңғы патшасы. Бұлар орыс деген жаңағы осындай қауым, күні кешеге дейін құлдық жүйе болған, жекеменшік қатыны, жекеменшік бай болмаған, отбасылық құндылық, отбасылық институт қалыптаспаған, жаңағы деп айтып жатсаң түсінбейді, орыс жеңілмеген дейді. Орыстың масқара болып жеңілген тарихын қаншама мәрте айтты. Қырымдағы соғыста қалай жеңілгені, Англиямен болған соғыста қалай жеңілгені, Наполеонмен болған соғыста қалай жеңіліп тек қыстың аязынан аман қалғаны. Бірақ бұлар Францияға шабуылдап барған жоқ. Тек бар болғаны қыста Наполеонның әскері жеңілді, қайтты. Тіпті жеңіліп қазақтардан көмек алып, қазақ әскерлері, башқұрт әскерлері сол жаңа француздарды кері шегіндірді сол заманда. Одан мынау 1905 жылғы жапондармен болған соғыста қалай масқара болып жапондардан жеңілгені. Орыстың бұндай масқара жеңілістері жетеді. Сондықтан мынау жаңа Советтің әлемде адамзат тарихында жеңілмеген дейтін мына надан топас құл-құтанның тұқымы ғана сенетін осындай сөздерге бір қысқаша тойтарыс ретінде айттық. Енді осы шовинизммен ауыратын, кәдімгі шовинизмдік ауру еттерінен өтіп қандарынан тарап сүйектеріне жеткен бұл бейшаралардың қазіргі басшысы өзіне жалғыз екі одақтас болып екеуі тұр. Бірі сенімді серік болып, яғни Америкаға деген дұшпандығынан, жаулығынан тек орыстың қолтығына кіріп аман қалып отырған Иран. Ал Иран неге Америкамен жау болып отыр? Иран Америкамен жау болатын себеп ол да диктаторлық ел.
Американың Иран менен санкция салатыны, Иран бұрынғы жаңағы Ирандағы еркіндіктің бәрін жойып, кәдімгі диктатуралық жүйе, діни монархиялық жүйе орнатты. Молдалар басқаратын, діни заң басқаратын. Сонымен бұл екі елдің ортасы жаман болып отыр. Бұл жерде тағы Израиль фактор бар. Олар анау айдалада жатқан Израильге қайта-қайта зымыран атып қояды. Онысы тағы бар. Бұл жерде тағы Ресей фактор бар. Хомейнидің жаңағы діни ұйымы, Ирандағы ислам төңкерістік партиясы кәдімгі Америка тарапынан террористік ұйым тарапына қосылды. Ал бұл террористік ұйымның Иранның бейбіт халқына жасаған қиянаты, кісі өлтіруі енді ол дәлелденіп қойылған дүние. Енді қараңыздар, діннің атын жамылып отырып, өзінің халқына зұлымдық істеп отырған Иран мен Американың ортасындағы ұстасудың сыры сипаты осы, себебі диктаторлық жүйе. Енді қараңыздар, осы Иран соғыста орысты жақтап шыға келді. Бұлар тарихтан бері осы орыстармен солай, тарихтан бері Иран үнемі осындай, олар тек қана мұсылмандармен соғысады. Естеріңізге салайық, Иран тек қана мұсылмандармен соғысып келеді. Орыс тарихтан бері бұлар тек қана мұсылмандармен соғысады. Естеріңізге салайық, Иранның өзі сондай халық. Бұл ежелдің ежелінен қазақпен соғысқан Қызылбастар. Анау Майқы бидің заманда Қызылбастан елші келіпті, Майқы би Қызылбастың елшісін алып шығып, қалың елін көрсетіпті дейтін, ерте ешкі жүні бөртеде дегендегі сол замандағы аңыз соны білдіреді. Енді бұл Иран Орыс жерінде дрон ұшыратын зауыт саламын деп отыр. Ол дрон зор көлемде айына бәленбай өндіретін саламын деп отыр. Ал Иранның өндіретін технологиясы жоқ, оған баратын чиптің бәрін Қытайдан келеді. Енді Қытай мен Американың ортасы тура дәл қазір лаулап жанып тұр, себебі екі ортада үлкен қайшылық тұр. Американың қорғаныс министрі қазір жаңағы Қытайдың Америкаға жіберген шпиондық шарын атып түсіргеніне байланысты енді Қытай қорғаныс министрімен сөйлесейін десе, Қытай қорғаныс министрі телефонды көтермей қойған, сөйлесуден бас тартқан. Міне, бұл екі ортаны тағы шулатып отыр. Сөйткенде Қытайдың сыртқы істер министрлігінің спикері Маунин деген қатын алады да қарсы еткізіп, Америка жаңағы төбесінде атып түсірген шар Қытайдың мал мүлкіне жатады. Қытайдың мал мүлкін Америка өкіметі бүлдірді, ол затты міндетті түрде Қытайға қайтару керек деп тағы бір сөйледі. Басында оны халықтық авиация деді, артынан оны контролдауға болмайтын факторлар, жел факторы бойынша бағытсыз ұшып кетіп қапты деді. Оның артынан барып оны өздері ұшатын жаңағы ұшпа зат деп атады. Ұшпа зат болса, онда ол контролданады, бағыт басқаратын жері. Оның қасында күн батарейка қойған, ол жарты жыл бойы кеңістікте бағытын белгілеп жүре алатын зат екендігі белгілі болып отыр. Қысқасы, Қытайың бір құбылғанда мың құбылып, бір мемлекет, үлкен бір мемлекет сыртқы саясатта қазір мандрап бастады. Енді Қытай арасы қайтадан дұрыстап, соңғы кезде қайтадан Wall Street журналда бір мақала жарияланып, Қытай осы шар мәселесі бойынша Америкамен ара қатынасы бұзылып бара жатқанды қайтадан оңап, Америкамен дұрыс қатынасқа түседі деп жатқан кезде, орыстың медиасы тарс еткізді де, Иран президенті Пекинге сапарлай баратын болды деген ақпаратты жариялап келіп жіберді. Енді бұл мәселе бойынша Иран, Ресей, Қытай үштігі дейтін ұғым қайтадан батыстың назарында талқыланып отыр. Себебі Иран анық ресейшіл, Қытай ортада тұр. Қытайдың ортада тұратын себебі оның триллиондаған адам ақылы жетпейтін жеке тұлғаларында, ұлттық компанияларында, ресми ақшасында, бейресми ақшасында батыстың бүкіл жаңағы офшорлық есеп шоттарында тұр. Мысалы, Ши Цзиньпиннің есеп шоттары, оның туыстары, оның апайлары, олардың баласы, мысалы, Аустралияның азаматы, Американың азаматы деген сияқты бұрынғы Қытай басшылар, бұрынғы қашқан пысқан басшылар, оның барлығы Швейцария банкіндегі есеп шоттары, тіпті Жан Зиминнің бір өзінің $500 триллион ақшасы Швейцария банкінде тұр деген сөздер бар. Енді Қытай бұл коммунистердің барлығы санкциядан қорқады. Сондықтан Ресейді ашық мойындай алмайды. Енді қараңыздар, Ресейдің мұнайына санкция салынды. Иран жаңағы мұнайына санкция салынып отыр. Бірақ Қытай Ресейге көмектескен қайдан білдіріп отыр? Иранға чиптер береді, Иран Ресейде дрон өндіреді. Бұл бір. Екіншісі, Иранның дрондары соңғы кезде Украинада қолға түсіп жатыр. Яғни бұның ар жағында Made in China тұр. Иранның атымен істейді. Сосын Солтүстік Корея арқылы істеді. Ол білініп қалды. Қытайдың бірнеше ұлттық компаниясы Ресейге жаңа әскери техникалар, жаңа чиптер, мынау өзгертіп әскери техникаға пайдалануға болатын жаңағы нанотехнологиялық заттарды беріп отыр. Оның бәрін Ресей пайдаланады. Ал осыдан Американың санкциясын ұшырады. Бірақ әлі Қытай коммунистік партиясы санкцияда нысанаға айналмай тұр. Осындай күрделі сәтте Ресейдің Иран басшысы Қытайға барады деуі Америка мен Қытай ортасына от жағу. Себебі Иран Американың 40 жылдан бергі ата жау және санкциядағы бірінші нысаны. Енді осындай жағдайда ой туады. Неге Иран өзі жариялап? Иран онсыз да Америкамен жоқ. Ол кез келген нәрсені қарсы айта береді. Бұл жерде бір әңгіме тұр. Атыстың мүмкін Ресей Қытай екі орта келісті. Мүмкін Ресей Қытай Иран үшеуі келісті. Ресми 100% шын болады. Қытай жарияласа 100% шын болады. Сондықтан үшінші тарап Ресей арқылы жариялап қойып, Американың тамырын басып көру құбылысы болып отыр. Және Қытайдың сыртқы істер министрлігінің Қытайдың қорғаныс министрлігінің Американың қорғаныс министрлігінің жаңағы телефонын қабылдамауы, сөйлесуден бас тарту, бұл да дипломатиядағы үлкен сәтсіздігі. Бірақ қалай болмасын, Қытай Ресейді қалай қолдайтын қазір дүние жүзі біліп отыр. Мен мына жерде бірнеше сан цифрларды айтып жіберейін, қазір ұмытпай тұрғанымда. Мысалы, Индия қазір ресейшіл болып кетті. Неге? Индия қазір бір барелі, қазақша шелек дей салайық, бір барелі 30-35 долларға Ресейдің мұнайын алады. Және бұның ішінде тасымал ақысы бар. 30-35 долларға тасу ақысы бар. Индия қазір Ресейден арзан мұнай алып қарық болып отыр. Ал енді Қытайдың ұлттық компаниясы
шетелден мұнай экспорттауға рұқсаты бар, импорттауға рұқсаты бар Қытай ұлттық компаниясы тасымал ақысы қамтылмаған жағдайдың өзінде Ресейден алатын мұнайының бір баррелі 72-де 83 доллар болып отыр. 72-де 83 доллар. 72 доллар ең төмені, кейде 83 доллар. Енді оған тасымалды қосып жүр. Әрбір барреліне тасымалды қосып жүр. Сонда ол 85-90 долларға дейін шығып кетеді. Ал Иранның алғаны 25-35 айналасында. Тасымал ішінде болған жоқ. Сонда Қытай Ираннан 3-4 есеге қымбат ақшаға неге мұнай сатып алып отыр? Онсыз да мұнайды біздің қазақтар ресми бағамен бір, бейресми бағамен бір, құбырмен бір, Алашанкөлден жаңағы пойызбен, вагонмен бір Қазақтарың мұнайды судан арзанға сатып жатыр, ресми, бейресми жолмен. Назарбаевтың командасы ол ұрлап жырлап сатады, Тоқаевтың командасы ұрлап жырлап сатады, сөйтіп қазақтарың мұнайды судан арзанға Қытайға сатып жатқанда, Қытай неге теңізден келетін арзан мұнайы бар? Индияның өзі 25-35 долларға тасу ақысы ішінде бір баррель мұнайды сөйтіп алып жатқанда, Қытайдың жаңағындай қымбат бағаға мұнай алуының ар жағында не тұр? Ол ақша Ресейге берілген доллар. Бағасын шын мәнінде сатып алдым деген атпенен Ресейге ақша беріп отыр. Енді дәл осындай сәтте Қытай Америка ортасы ушығып тұрғанда Ресейдің Иран Қытайға барады деген әңгімені таратып жіберуі Путиннің Ши Цзиньпинді кез келген уақытта сататындығының белгісі. Себебі ол мына дәл осы сәтте мынау ақшасынан, шетелдегі тыққан ұрлаған ақшасынан қорқып Америкаға бір жалтақтап, Ресейге екі жалтақтап, идеологиялық тұрғыдан Америкаға ортақ жау ретінде Ресейді мың жерінен жақсы көрсе де, ана бұрын тығып қойған бүкіл Қытай олигархтарының ақшасы Еуропа, Америкада болғаннан Америкадан көбірек қорқыңқырап тұрған, Ресейді ашық жақтай алмай тұрған, тек жасырын жақтап, жаңағы Америка қысып жібергенде дереу бейтарап бола қалатын Қытайды Ресей осы арқылы мәжбүрлеп отырып батпаққа батырмақшы. Сөйтіп Американың ашуын қоздырып, Қытай екі ортаға от жағып, Қытай сонда Америкаға жалтақтамай, ана қулығын, арамзалығын ашыққа шығарып, ол 100% Ресейді қолдаймын деп шығатындай. Яғни Ресей Америка Қытай ортасына от жағуға кірісіп отыр. Бұл бүгінгі лекциямыздың жаңағы бірінші бөлігі. Лайк басқаннан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 томда болса да. Лайк бассаңыз, шындан көңіліме бір келді.